Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай жұқа дәмді болып шығатын құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Мен бұл рецептпен пайдаланып жүргеніме 15 жылдай болды. Егер де пісірген құймақтарыңыз дұрыс шықпай жүрсе, осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Құймақты дайындау үшін бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қант, тұз, сода, сүт, ұн және сұйық май. Алдымен ыдысқа жұмыртқаны құямыз. Үстіне қантты, тұзды, соданы салып, жақсылап араластырамыз. Енді сүтіміз бен ұнымызды араластыра отырып кезектеп құятын боламыз. Бәрін бірден салмаңыздар, әйтпесе араластыру сәл қиын болып кетеді. Ең соңында сұйық майды қосып жақсылап араластырамыз. Міне, құймағымыздың қамыры дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай осындай сұйық болуы қажет. Қызып тұрған табаға сәл сұйық май құйып жағып шығамыз. Майды мен тек басында ғана жағамын, сосын құрғақ табада пісіретін боламын. Міндетті түрде таба жақсы қызған болуы керек. Осылай ожаумен құя отырып, орташа отта әр жағын 2-3 минуттан пісіріп аламын. Әр құймақты құярда қамырды жақсылап араластырып алыңыз. Осылай барлық құймақты орташа отта пісіріп аламыз. Мінекей, біздің құймағымыз дайын. Осындай жұқа болып шығады. Бұл құймаққа өз қалауыңызша кез келген салманы салсаңыз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Видео пайдалы болса каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.